Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаға, оның отбасы мен барлық сахабаларына салаваттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің төресі, қасиетті жұма күн мүбарак болсын. Зікір сөзі шариғи мәтіндерде Құран, намаз, білім, Алла Тағаланы еске алу деген сияқты түрлі мағыналарда келген. Дегенмен зікір сөзінің негізгі қолдану аясы Алланы еске алу деген мағынаны білдіреді. Алла Тағала қасиетті Құранның Музаммил сүресінің 8-ші аятында Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим «Вазкур исма роббика ва табаттал илейхи табтила» Раббыңның атын үнемі жадыңда ұстап, күндіз түні аузыңнан тастамай зікір ет, әрі оған жан тәніңменен бет бұр деп айтқан. Ибн Ато әл-Искандери, Алла оған разы болсын, зікір дегеніміз Хақ Тағаланы үнемі жүректе сақтау арқылы қаперсіздіктен арылу, Алланың есімін, сипаттарын, үкімдерін, істерін және оған жақындата түсетін нәрсені тілменен де, жүрекпен де үнемі қайталау деген анықтама берген. Жалпы зікір сөзі қазақ халқына таңсық емес. Яссауи бабамыз: «Ей инсафсыз дүние, жалған, хаққа қайтқын, пенде болсаң, хақ зікірін жаттап айтқын» деп өсиет айтқан. Мәшһүр Жүсіп бабамыз қайырды олай болса көп беріп қал, демейді өлім келсе жас кәрі шал. Пайғамбар хадисінде айтқан екен: жігіттер, мына сөзге құлағың сал. Ұжымақтың шырын сөзі жылы жүзді, тілінде хақ зікірі сөйлер сөзді деп насихат қалдырған. Алла Тағаланы еске алу жаратушыға иман келтірген пенденің ең жиі атқаратын амалына айналуы тиіс. Алла Тағала қасиетті Құранның Ахзаб сүресінде: «Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикрон касиро» «Уа иман келтіргендер, Алланы өте көп еске алыңдар» деп айтқан. Зікір пенденің жаратушысының разылығына бөленуіне, жүрегінің тазаруына, күнәларының кешірілуіне себепші болады. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай дейді: Алланы еске алуды мақсат етіп, тек оның разылығын ғана қалап жиналған қауымға көктен күнәларын кешірілген күйде орындарыңнан тұрыңдар. Сендердің жамандықтарының барлығы да жақсылықтарға алмастырылады деп айтатынын пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам айтқан деген имам Ахмадта. Қасиетті Құран аяттарыменен ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадистерінде зікір етудің көптеген артықшылықтары жөнінде айтылған. Олардың негізгілеріне тоқталатын болсақ, мыналар. Бірінші, зікір жүрек тыныштығының кілті. Алланың назары жүректе. Жүректің дұрыс сау болуы үшін қажетті амалдардың негізгісі зікір. Сол себепті пенденің айтатын зікірі тек тілменен ғана емес, оның жүрегімен, бар болмысыменен орындалуы тиіс. Солай болуы арқылы пенденің жүрегіне тыныштық орнап, жай табады. Алла Тағала қасиетті Құранның Рағд сүресінің 28-ші аятында: «Әлләзина аману ва татмаинна қулубухум бизикриллахи ала бизикриллах татмаиннал қулуб». Міне, солар иман келтірген, әрі Алланы еске алу арқылы жүректері жай табатын ізгі жандар. Ендеше біліп қойыңдар, жүректері Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып толық тынышталады, қанағаттанады деп айтқан. Имам Навави, Алла оны рахмына алсын, Алланы еске алу тілмен де, жүрекпен де орындалады. Ең абзалы тілменен жүректі қатар қолдану. Егер біреуіменен ғана шектелу керек болса, жүрекпен еске алғаны абзал. Мақтаныштықтан сақтану мақсатында тек жүрекпен еске алып, тілмен еске алуды назардан тыс қалдыруға
болмайды. Алланы еске алғанда тек оның разылығын ғана ниет етіп айту керек. Алла Тағаланы еске алған адамның жүрегінде қайғы мұң болмайды. Керісінше, жаратушысын еске алмаған адамның жүрегі уайымға, қайғы мұңға батады. Тіпті түрлі дерттерге шалдығып, жүректердің рухани өлуіне себеп болады. Алла Тағала қасиетті Құранның Зумар сүресінің 22 аятында «Фавайлул лил қасияти қулубухум min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin». Алланы еске алуда жүректері қатайған пенделерге нендей өкініш, олар ашық адасуда деп ескерткен. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, «Мәсәлул ләзи язкуру роббаху вәлләзи ла язкуру роббаху мәсәлул хайи вәл маййити» деген. Раббысын еске алатын адам менен Раббысын еске алмайтын адамның мысалы тірі менен өлген адамның мысалына ұқсайды деген. Имам Бухари. Имам Әл-Джаузи, оған Алла рахмына алсын, мыс пенен күмісті тот басқандай жүректі де кейде тот басады. Бұған еш күмән жоқ. Жүрек тек Алланы еске алумен ғана жарқырайды. Алланы еске алу жүректі аппақ айна секілді етіп жарқыратады. Алланы еске алмаған жүректі тот басады. Жүректің тот басқаны екі нәрсе арқылы көрініс табады. Біріншіден қаперсіз болады, ал екіншіден күнәға бой алдырады. Жүректің жарқырауы да екі нәрсе арқылы көрініс табады. Біріншісі Алладан кешірім сұрау, екіншісі Алланы еске алу арқылы деген. Екінші, Алланы зікір еткен кісі кешірім менен үлкен сыйға бөленеді. Алла Тағаланы көп еске алғандар үшін көптеген ұлы нығметтер уәде етілген. Алла Тағала қасиетті Құранның Ахзаб сүресінің 35 аятында «Вәззәкирин Аллаха кафирун вәззәкирати а'аддаллаху лахум мағфиротан вә ажрон азима» деген. Алланы көп еске алатын ерлер менен Алланы көп еске алатын әйелдер бар ғой. Міне, Алла осынау ізгі жандарға ерекше кешірім менен үлкен сый сияпат дайындап қойды деген. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, Алланы көп еске алады деген аяттың мағынасы мынадай: олар намаздан соң таңертең кешке ұйқыдан оянғанда, таң атқанда, немесе сапарда үйлеріне оралғанда үнемі Алланы еске алады деген. Ал ғалым мужахид, Алла оны рахмына алсын, тұрғанда, отырғанда және жатқан кезде Алланы еске алмаған адамдар Алланы көп еске алатындардың қатарынан бола алмайды деп айтқан. Ибн Салахтан, Алла оған рахматына алсын, Алла Тағаланы көп еске алушылар деген кімдер деп сұрағанда, ол кімде кім таңертең және кешке шариғат бекітілген әрі Алланы елшісін, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жеткен зікір сөздерін айтуменен Алланы еске алатын болса, онда ол Алланы көп еске алушы ерлер менен әйелдердің қатарынан болып есептеледі деген. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, муфридун озып кетті дейді. Сонда бұл сөзді мәнісін түсінбеген сахабалар, Алланың елшісі, муфридун деген кімдер деп сұрайды. Сонда Аллахтың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, олар Алланы көп зікір еткен әйелдер мен ерлер деп жауап береді. Имам Ахмад, ендеше адамның ақыретте мол сауапқа кенелуіне себепші болатын зікір сөздерін әр адам шамасы келгенше көбірек айтып жүруге тырысуы қажет. Алланы еске алу үшін ешбір уақытта да, ешбір жағдайда да шектеу қойылмаған. Алланы отырған кезде де, тұрған кезде де, жалғыз да, көпшіліктің, жамағаттың алдында да рұқсат етілген. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, егер жәннат бақшаларының жанынан
өссеңдер ләззат аласыңдар деген пайғамбарымыздан жәннат бақшалары дегеніміз не деп сұрағанда, ол елшісі, Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алланы еске алатын мәжілістер деп жауап берген. Имам Тирмизи. Ғалымдарымыз аталмыш хадисті Алланы еске алып жатқан топтардың қасынан өткен кезде сендер де соларменен бірге Алланы еске алыңдар, немесе олардың зікірлерін тыңдаңдар деп түсіндірген. Қасиетті Құранда және де ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадистерінде келген зікірлердің түрлері өте көп. Дегенменен кейбірі мынандай зікір түрлері айтылады. Әрбір мұсылман күнделікті әдетке айналдырғаны дұрыс. Бірінші, истиғфар айту, күнәларымыз үшін Алладан кешірім тілеу. Бұл астағфирулла сөзін қайталау арқылы орындалады. Қателескен нәпсіні есепке алып, амал парақтарын күнәлардан тазарту үшін қолданылады. Алла Тағала қасиетті Құранның Худ сүресінің 3-ші аятында «Ва анистағфиру роббакум сумма тубу илейхи юматти'укум мата'ан хасана». Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер, оған тәубе етіңдер. Олар сендерді керемет несібелерменен рызықландырады деп айтқан. Ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, күніне 70 мәрте, бір риуаятта 100 мәрте истиғфар айтқандығы жеткен. Екінші, салауат айту. Алла Тағала қасиетті Құранның Ахзаб сүресінде расында Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Уа иман келтіргендер, сендер де оған салауат айтып, сәлем жолдаңдар дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлаха ва малаикатуху юсаллуна алан набии я айюхаллазина аману соллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзі де біздерді салауат айтуға шақырып, ман соллу алейя вахидатан соллаллаху алейхи ашран, кім маған бір салауат айтса, Алла Тағала оған 10 салауат айтады деген. Имам Муслимда. Сондықтан да мұсылманның күнделікті айтатын зікір сөзінің ішінде салауат сөздері де болу қажет. Үшінші, таухид сөзі. Ла илаха иллаллаху немесе ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деген сөзді айту. Алла Тағала Таха сүресінің 14-ші аятында иннани аналлаху ла илаха илля ана фа'будуни ва ақимис салата ли зикри. Мен Алламын, бұған еш күмәнің болмасын, менен басқа тәңір жоқ, олай болса маған құлшылық қыл һәм мені зікір етіп намаз оқы деп бұйырған. Абу Хурайрада, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқ, ол жалғыз иелікпенен мақтау тек оған тән, оның құдіреті барлық нәрсеге жетеді деп күніне 100 рет айтса, 10 құлды азат еткеннің сауабын алып, оған 100 ізгі амалдың сауабы жазылып, 100 қателігі кешіріледі. Әрі сол айтқаны үшін күн батқанға дейін шайтаннан қорған болады. Қиямет күні тек бұл дұғаны одан да көбірек айтқан кісі ғана одан абзалырақ нәрсеменен келеді деген Имам Бухарида, Имам Муслимда жеткізілген хадис екен. Үшінші, зікір етушіні Алла Тағала есіне алады. Алла Тағала үнемі еске алушы пендені жаратушымыз да есіне алады. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 152-ші аятында «Фазкуруни азкурукум вашкуру ли ва ла такфурун».
мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын, және маған шүкірлік етіңдер, қарсы болмаңдар, күпірлік етпеңдер деп айтқан. Бір тақуа кісі Алла Тағаланың атыменен ант етейін, мен Раббымның мені қашан есіне алатынын білемін деп, сонда адамдар одан, я Раббың қашан сені есіне алады екен деп сұрапты. Сол кезде ол, мен оны есіме алған кезде деп айтқан. Себебі Алла Тағала қасиетті Құранда мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын деп айтқан, деп жауап берген екен. Құдуси хадисте ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деген: Алла Тағала айтты, құлым мен жайлы қандай ойда болса, мен сондай ойда боламын. Әрі мені есіне алған кезде, мен онымен бірге боламын. Егер ол мені іштей есіне алатын болса, мен де оны жасырын есіме аламын. Ал егер ол мені мәжілісте жиналған көпшіліктің адамдардың алдында есіне алатын болса, онда мен де оны олардан да жақсырақ мәжілісте есіме аламын. Ал егер құлым маған бір қадам жақындайтын болса, мен оған бір шынтақ жақындаймын. Егер пенде маған жүгіріп келсе, мен оған жүгіріп барамын деген. Имам Бұхари, Имам Муслим. Үнемі Алла Тағаланы еске алып жүретін адамның дұғасы қабыл болып, сұрағанын жауап беретін болады. Жүніс пайғамбардың, оған Алланың сәлемі болсын, қиссасын еске алар болсақ, ол балықтың ішінде жатып, сенен басқа ешқандай да Құдай жоқ, сені түрлі кемшіліктерден пәктеймін, расында мен залымдардан болдым деп жаратушысын зікір етуменен болды. Кейін Жүніс пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын, жағаға шығарылып, бұл сынақтан құтқарылды. Құтқарылуының себебі де жаратушысын көп зікір етіп дәріптеуі еді. Алла Тағала қасиетті Құранның Саффат сүресінің 143-144 аяттарында: Астағфирулла, фәләулә анналлаху кана минал мусаббихин ла лабиса фи батнихи иля яуми юбасун. Егер ол Раббысын үнемі лайықты деңгейде ұлықтап дәріптейтін жан болғанда, қайта тірілетін күнге дейін сол балықтың қарнында қалар еді деген. Періштелер егер жәннатты көргенде одан да қатты құлшынып, одан да қатты ұмтылып, одан да қатты қызғар еді деп жауап береді. Алла Тағала олар неден сақтанып жатыр деп сұрайды. Періштелер тозақтың отынан сақтануда деп жауап қатады. Алла Тағала олар тозақтың отын көрген бе деп сұрайды. Жоқ, көрмеген деп жауап береді. Алла Тағала егер көргенде не істейтін еді деп сұрағанда, періштелер егер олар тозақ отын көргенде одан да бетер сақтанып, одан да бетер қорыққан болар еді деп жауап берген екен. Алла Тағала: ей періштелерім, сендер куә болыңдар, мен оларды кешірдім дейді. Сонда періштелердің арасынан біреуі, олардың арасында құлшылық ниетімен емес, басқа бір мәселеменен кездейсоқ барып қалған адам бар еді дегенде, Алла Тағала бұл оларменен бірге отырғандардың ешбірі де тозақ отына түспейтінін жамағат деп айтады. Қазір менде жамағат Алла Тағала қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 191 аятында олар тіке тұрып, отырып, жамбастап жатып, әр халде Алланы еске алады. Сондай-ақ олар көктер менен жерлерді жаратылуы жайында ойланады да, Раббымыз, сен мұны босқа жаратпадың деп, сен пәксің, бізді тозақ азабынан сақтай көр деп жалбарынады деген. Алла Тағала біздерді әркез Алланы еске алушы құлдарынан етіп, қасиетті жұма күні жасаған дұға тілектерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу ала хойри хулқихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Роббана атина фид дунья хасанатау ва фил ахирати хасанатау ва қина азабан нар.
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين. الله خالص.